Құрт құрамында адамның денсаулығына пайдалы дәрумендер мол. Құрт кептірілген сүт өнімі. Оның құрамында кальций А, В, С дәрумендері, мыс, шырыш, күміс, темір, кремний, магний, кальций, алюминий микроэлементтері бар. Жалпы құрттарды қатырып жеген дұрыс па, әлде жұмсақ күйінде ма? Бұл сұраққа міндетті түрде оралатын боламыз. Әуелі құрттың пайдасы туралы әңгімелейтін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін міндетті түрде қарауды ұмытпа. Ал ендеше кеттік. Құрт балалар үшін де пайдасы көп. Ол баланың өсуіне және сүйектері, тістері дұрыс қалыптасып жетілуіне септігін тигізеді. Жасы ұлғайған кісілерде зат алмасу баяулай бастайтыны белгілі. Құрттың құрамында зат алмасуды және бауырдың қызметін жақсартатын холин және метионин деген заттар бар. Сондай-ақ В тобының дәрумендері болғандықтан қарттарда жиі кездесетін атеросклероз ауруының алдын алады. Құртты көктем, жаз айларында жеген өте пайдалы. Себебі көктемде дәрумендердің жетіспеушілігі байқалады. Жаз айында ыстық шай ішкен кезде термен бірге тұзы да жоғалтады. Сол жоғалған тұздың орнын толтыруға көмегі зор. Құрттың тағы бір қасиеті адам ағзасындағы керексіз майларды ыдыратады. Ал енді басты сұраққа оралсақ, жалпы құрттарды қатырып жеген дұрыс па, әлде жұмсақ күйінде ма? Әрине, әр адамның өз қалауы бар. Тек қатқан құрттың ылғалдылығы жоғалып, тұздылығы жоғарылай бастайды. Ол егер көп уақыт сақталса, тығыздылығы жоғарылай береді. Оны бүйрегі ауыратын науқастарға және қан қысымы жоғарылаған адамдарға шектеген жөн. Кейбір адамдар болады тұзды құртты ұнататын. Ондай адамдарда қандай да бір микронутриенттердің жетіспеушілік жағдайы туындаған десе де болады. Мұндай адамдар дәрігерге қаралып кеңес алғаны жөн. Сонымен құрттардың пайдасы мен зияны қатар жүретінін білдік. Ал сіздер құртты қаншалықты жиі тұтынасыз? Жалпы құртты жақсы көресіз бе? Пікір қалдырып кетіңіздер, бөлісе отырыңыздар. Мен міндетті түрде оқимын. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ем болсын.